арналған. Келесі. Так. Авторлық бағдарлама психикалық даму тежелген балалардың ерекшеліктері, олардың педагогикалық, психологиялық сүйемелдеу бағыттары және даму бағдарларына қойылатын талаптар, когнитивті, әлеуметтік, эмоционалды салаларын дамыту, жаттығулар, тренингтер енгізілді. Әдістемелік құрал ЕББК барлық оқушылар мен жұмыстарын педагог психологтарға, мұғалімдерге және мамандарға ұсынылады. Бұл бағдарлама психикалық дамуы тежелген, үйден оқытылатын және жалпы білімді қажет ететін балалардың психикалық дамуына арттыруға пәндерін арналған білімдерін одан әрі бекіту үшін пайдасы зор. Білім беру ұйымдарының педагог психологтарына көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынылды. Мынау мазмұны оқып отырмай-ақ қояйын. Түсінік хат. Бағдарлама ерекше білім алуға қажеттілігі бар балалары психологиялық педагогикалық тұрғыдан қолдауға, олардың жеке дамуын, әлеуметтеуін, оқу үрдістерін тиімді бейімделуін қамтамасыз етуге бағытталған. Өзектілігі: қазіргі инклюзивті білім беру жүйесінде ерекше білім беруді қажет ететін балалардың толыққанды дамуына, әлеуметтеуіне және білім алуына жағдай жасау өзекті мәселенің бірі. Бұл балалардың психологиялық педагогикалық қолдауына деген қажеттілігі жоғары. Сондықтан оларға бағытталған жеке және бейімделгі тәсілдері қолдануы міндетті. Мақсаты: ерекше білім беруді қажет ететін балаларға танымдық, эмоционалдық және әлеуметтік даму ерекшелерін ескере отырып, олардың білім беру ортасына бейімделуін, әлеуметтеуін және жеке қабілеттерін дамытуға бағытталған психологиялық педагогикалық сүйемелдеу жүйесін қалыптастыру. Міндеттері, өткізуге жасалайын. Мазмұндық бөлім: пәндік немесе коррекциялық бағыттар, мысалы әлеуметтік тұрмыстық бағдар, сөйлеуді дамыту, еңбекке баулу. Оқу мақсаттары мен күтілген нәтижелер, жеке және топтық жұмыс түрлері. Түзету дамыту сабағын күнтізбелік жоспары аптасына 1 рет, бір оқу жылына 36 сағат құрастырылған. Бастауыш сыныптарына арналған. Ата-анамен жұмыс кіріктірілген, баламен жұмыс істеудің ата-аналарға әдіс тәсілдері көрсетілу, мамандарға ұсынылған арнайы әдебиеттерін оқу, балалармен бірлесіп үй тапсырмасын орындау, балалармен жұмыс істеуде ата-аналардың шығармашылық ойлауларын жүзеге асыру. Қорытынды: бұл авторлық бағдарлама ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың әлеуметтеуіне, психологиялық тұрақтылығына және танымдық дамытуына бағытталған жүйе болып жұмыстар табылады. Психологиялық педагогика сүйемелдеу барысында баланың дамуы деңгейі сай қолданылып көрсетілді. Коммуникативтік, танымдық және эмоционалдық салаларына дамытуға бағытталған жаттығулар мен ойындар тиімді көрсетілді. Ата-аналар мен мамандар мен және педагогтармен ынтымақтастық нығайтып, инклюзивті орта қалыптастыруға жағдай жасалды. Мына жерде пайдаланған әдебиеттер тізімі салынды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, 7-ші мектеп дайынсыздар ма? Төлегенова Замиля. Бар ма екен? Сәрсенбаева Гүлнар. Дайын. Күн уақытта шағайымыз сізде. Я, дайынмын. Бізде ғой, Я, сіздерде күн уақыт деп жіберіп қойдым. Көрінді ма? Бастай берейін. Жоқ, әлі көрінбейді. Енді ашылып отыр. Шықпады әлі. Бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Күншуақ балабақшасының педагог психологы Сәрсенбаева Гүлнар Теңізбайқызы. Менің әдістемелік жұмысым тақырыбы мектепке дейінгі жастағы балалардың агрессивті мінез-құлқы, оның себептері, түрлері, алдын алу жолдары. Жалпы баланың агрессиялық мінез көрсету себебі бұл өз мәселесін, ойындағы түсінбеушілігін жою мақсатында көмек сұрау екен. Яғни бұны баланың көмекке шақырып атқаны деп қабылдауымыз қажет екен. Агрессивті мінез-құлықтың алдын алу үшін бірнеше факторларын атап өтуімізге болады. Келесін аша беріңіз, е? Өзектілігі: мектепке дейінгі жастағы балалардың агрессивті мінез-құлқы қазіргі мектеп жасына дейінгі балаларда кейбір жағдайда кездесіп жатады. Бұның алдын алу үшін педагогикалық, психологиялық талдау жасауымыз қажет. Яғни ата-анамен түсінікті жағдайда жұмыс жасап, оның алдын алуға бірнеше бағыттарды атап өтуімізге болады.
Жалпы жұмыстың мақсаты мектепке дейінгі жастағы балалардың агрессивті мінез құлқының пайда болу себептерін анықтау, оның түрлерін талқылау және де тиімді педагогикалық психологиялық әдіс тәсілдерді ұсыну. Міндеттеріне келетін болсақ, біріншіден мектепке дейінгі жастағы агрессивті мінез құлқының ерекшеліктеріне талдау жасау, екінші агрессияның пайда болу себептерін анықтау, үшінші алдын алу, түзету жұмыстарын жандандыру. Күтілетін нәтижесінде не болады? Нәтижесінде агрессивті мінез құлықты алдын ала анықтасақ, бұның мәселесін ата-ана түсінетін болады. Екіншіден, ерте жастан анықтап, оның алдын алуға болады агрессивті мінез құлықтың, және де баланың бойында эмоциясын басқара алуына көмек беруімізге болады. Сонымен қатар балалардың басқа балалармен қарым-қатынасын жақсы жолға қоюға болады екен. Агрессивті мінез құлықтың пайда болу себептері. Біріншіден, бұл отбасындағы қатал тәрбие болуы мүмкін, ата-ананың назар аудармауынан болуы мүмкін. Психологиялық себептері эмоцияны басқара алмау, қорқыныш, реніш салдарынан. Үшінші, әлеуметтік фактор, бұл теледидар, түрлі гаджеттерден түрлі жағымсыз әрекеттерді көру барысынан туындауы мүмкін. Төртінші, жеке ерекшеліктері, темпераменті, гиперактивтілік мінез құлық. Бесінші, жүйке жүйесінің әлсіздігі. Жалпы бұның алдын алу үшін не істеуге болады? Біріншіден, тәрбиешілерге балаларға эмоцияны білдірудің түрлерін үйрету, күш қолданбай жұмыс жасау, ойын арқылы баланың бойындағы агрессивті мінез құлықтың алдын алу. Ал ата-аналар үшін жылы түсіністікпен қарау, балаларға гаджеттерден, теледидардан жағымсыз әрекеттер көруден шектеу болып табылады. Түрлі әдіс тәсілдерді қолдануымызға болады. Енді педагогтар жұмыс жасау барысында баланың бойындағы агрессивті мінез құлықты алдын алу үшін баламен жақсы байланыс орнату керек, оның жеке басына құрметпен қарау қажет, ішкі жан дүниесіне үңіле білу қажет екен. Сонда біз баланың бойындағы агрессияның алдын ала аламыз. Қорытындылай келе, жалпы агрессивті мінез құлық бұл кішкентай жасынан бастап анықтаудың салдарынан ертерек алдын алуға болады. Сонымен қатар баланың бойында ашудың алдын алуға тиімді тәсілдерді пайдалану арқылы оны жоюға болады. Және де проблемалық жағдайларда түсіністік танытып, ата-анамен тікелей байланыстың арқасында оны ерте жастан алдын алады екенбіз. Жалпы баланың жан-жақты дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына алғы шарт қалыптастырады екенбіз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Келесі 7-ші мектеп дайын ба? Төлегенова Жамила бар ма? Бармын, сәлеметсіздер ме қазір? Қоса беріңіз. 3 минуттан артық уақыт алмаңыздар, я? Хорошо. Тағы да жетпей қалады. Ізіне кете бере ма өзі? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Ой, подожди, мен нөмір 7-ші орта мектеп директоры Төлегенова Жамиля Қазақбаевнамын. Бүгінгі ұсынып отырған авторлық бағдарламаға негізгі бағыт деп аталады. Мен міндеттер тұр. Білім сферасындағы цифрландырудың ең басты міндеті білім беру сапасын арттыру, яғни халықаралық деңгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті ел жастарын дайындау. Мемлекет басшысы атап көрсеткендей, елді цифрландыру бұл мақсат емес, бұл Қазақстанның абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы. Тақырыптың өзектілігі. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы білім алушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау, құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуіне өсуі мен ғасыр ағымына қарай төмен көрінбей қалды. Қазір бір минут. Қайда жоқ бұнауым, қайда кетіп қалды? Презентация алып, төменгі жағы жоқ қой. Жоқ, енді презентациям өзі қайда менің? Презентация көрініп тұр. Мен қазір нем көрінбей қалды, өзіме көрінбей қалды. Істеп кеттік. Жаңа. Мынау. Тез. Қазір бір минут кешіріңіздер.
яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу. Енді не шықпайды екен, былай жеке басайын ба? Енді иә. Бағдарламаның мақсаты білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, оқу тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту, білім беру сапасын арттыру, оқушылардың халықаралық деңгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілеттігін арттыру, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын жетілдіру. Бағдарламаның міндеттері: білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек қана білім мазмұны мен оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын жетілдіру, білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесін қалыптастыру, оқу үрдісін дербестендіру, жан-жақты дамыған рухани бай жеке тұлға қалыптастыру. Бағдарламаның мазмұны: бірінші кіріспе 1 сағат, бірінші бөлімі білім берудегі цифрланудың жаһандық үрдістері 7 сағат, екінші бөлім адами капиталдың дамуы үшін білім берудегі сандық технологиялар 20 сағат, үшінші бөлім оқытуда ақпараттық технологиялар жетістіктер. Күтілетін нәтиже: бірінші, тиімді басқару арқылы инновациялық технологияларды меңгеріп, әр сабақта пайдалануға бағытталады. Екінші, педагогика саласындағы әлемдік экономикалық ғылым жетістіктерін негізге ала отырып, оны білім мекемелерін басқару ерекшеліктеріне орай пайдалану дағдыларын меңгереді. Үшінші, бағдарлама теориялық білімдерді практикалық тапсырмалармен бекітуге және басқару әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Бағдарламаны жүзеге асыру 2025-30 жылдар аралығы, оқыту мерзімі 40 минут, жас ересектер тобы мұғалімдер немесе ата-аналарға да болады. Апта жүктемесі 1 сағат, жылдық сағат саны 34. Бағдарламаны жүзеге асыру мерзімі жаңа айтып өткендей 2025-30 жылдары цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында құрылған. Бағдарлама білім салаларының технологиялық жаңғыртуға қосымша серпін беруді қамтамасыз етеді және еңбек өнімділігінің ауқымды және ұзақ мерзімді өсуіне жағдай жасайды. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса. Рахмет. Келесі Болды. 17-ші мектеп бар ма екен? Бар. Қосыла беріңіз. Қожасейітова Минура. Қайырлы күн, әріптестер. Мен бүгінгі әдістемелік құралымның таратылуының тақырыбы мектептегі әлеуметтік педагогтың жұмысы деп аталады. Әлеуметтік педагог кім және оның мектептегі рөлі қандай? Әлеуметтік педагог оқушыларды қолдау, мектеп пен отбасыны байланыстыратын адам және де мектепте қауіпсіз орта қалыптастыруға көмектесетін адам. Әлеуметтік педагог оқушылардың әлеуметтік және психологиялық дамуына көмектесетін маман. Ол мектеп пен отбасы және қоғам арасында байланысты нығайтады. Білім беру мекемесінде қолайлы және қауіпсіз ортаны құруға атсалысатын маман. Әлеуметтік педагогтың негізгі қызмет бағыттары ол консультативтік жұмыс, профилактикалық жұмыс, түзету дамыту жұмысы және зерттеу талдау жұмыстары. Оқушылармен жеке жұмыс жасаған кезде оларды қандай әлеуметтік педагог қандай қиындықтарға тап болады. Бұл жерде оқушылардың әлеуметтік, отбасылық және де жеке мәселелерін талқылап, шешімін табуға көмектесу қажет. Бірақ балалардың барлығы тез ашылып кетпейді. Сондықтан бірінші кезекте психологиялық қолдау, стресс, мазасыздықты және өзін-өзі бағалау мәселелерімен күресуге қолдау көрсету қажет. Және де осы оқушылардың әлеуметтік бейімделуіне
жаңа ортаға бейімделуіне, қарым-қатынас түзуіне, дамытуға жәрдемдесу қажет. Балалардың әртүрлі қырларына қарай оларды өзінің шығармашылық тобы болсын, ғылыми ізденімпаздық жолы болсын, сол жолға бағыттауға көмек көрсету қажет. Ата-аналармен өзара әрекеттесу кезінде отбасы мен мектеп арасындағы байланысты ұмытпау қажет. Яғни қазіргі таңда үштік одақ және де балаларды тәрбиелеу үшін өте біз тығыз байланыста болуымыз қажет. Ата-аналар жиналыстары жаңағы жалпы мәселелерді талқылау және ақпарат алмасу ғана емес, ол жеке кездесулерге үйлесу қажет. Олар оқушының үлгерімі, тәртібі және дамуы туралы пікір алмасу арқылы жан-жақтап оқушыларды қолдауға көмек береді. Және де кеңес беру арқылы қазіргі таңдағы отбасы институтына көп ықпал келтіруімізге болады. Осы арада мұғалімдердің, сынып жетекшілердің, пән мұғалімдерінің рөлін атап өту қажет. Олармен ынтымақтастық, олар өте көп уақыт балаларды сабақта көретіндіктен бірлесе жұмыс жасау, ақпарат алмасу, оқушылардың жеке ерекшеліктер мен қажеттіліктер туралы ақпаратпен бөлісіп отыру, Уақытыңыз аяқталды. Сүмбілшаш, қосыла берсеңіз. Қаздар 3 минуттан қорытындысын аша салсаңыз болады. Жақсы. Қорытындылай келе, әлеуметтік педагог мектептің өмірінде біраз маңызды жұмыстар атқарады. Ажырамас оқу тәрбие процесіне ажырамас бөлігі болып табылады. Оның жұмысы оқушылардың толыққанды дамуына, отбасыларды қолдауға бағытталған болып келеді. Жақсы, рахмет назарларыңызға. Жақсы. 3 минуттан артық уақыт алмаймыз. Сүмбілшаш, 37-ші мектеп қосылсаңыз. Сүмбілшаш бар ма екен? естіп тұрмын. Так, қазір. Поделиться дейм, Ой, менің нем қайда? Поделиться деп сосын қалай қосылады? Жанат, сіз шығып кетіңіз. Минура. Минура шығып кетсеңіз. Жанат. 17-ші мектеп, Минура, шығып кетіңізші. Мен что-то мынау үзіліп кетіп жатыр беті қазір. Қалай кетіп қалды? Зоң ашылмай жатыр. Оқи беріңіз енді. Басқа дайын мектепті қоса береміз бе? Сөйтіңізші, мен что-то мынау кетпей жатыр қазір. Басқа мектепті қоса бересіз бе? 45-ші мектеп. Чокаева Бақыт. 45. Саламатсыздар ма, әріптестер? 45-ші мектеп па? Е. Бастай беріңіз. Әлеуметтік педагогтың аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі отбасы білім алушылармен жүргізілетін жұмыс туралы менікі. Балаға бағытталған әлеуметтік қолдау жүйесін ұйымдастыруда педагог келесі қағидаттарға сүйенеді. Бала құқығын сақтау және қорғау, жеке тұлғаға бағытталған тәсіл, ата-анамен және қоғаммен серіктестік орнату, алдын алу және қолдау көрсету принциптері болады. Енді аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі отбасылармен жұмыс істеудің өзектілігі қазіргі таңда бізге белгілі қоғамда әлеуметтік теңсіздік, экономикалық қиындықтар және халықтың әлжуаз топтарының көбеюі балалардың әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етуде. Әсіресе аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі отбасы балаларының сапалы білім алуы мен мектеп өміріне толыққанды араласуына бірқатар кедергілер туындайды. Енді өзектіліктің негізгі себептері
әлеуметтіктің теңсіздіктің артуы, кейбір отбасылардың материалдық мүмкіндігі төмен болғандықтан балалар қажетті оқу құралдары мен киім кешекке зәру. Білім алуға тең қолжетімдікті қамтамасыз ету қажеттілігі әр бала оның әлеуметтік жағдайына немесе мүмкіндігіне қарамастан сапалы білім алу құқығына ие. Үшінші, қоғамдық қолдау жүйенің әлсіздігі. Кейбір өңірлерде әлеуметтік көмек түрлерін алу механизмдері жеткілікті деңгейде дамымаған. Бұл педагогтың тікелей араласуын қажет етеді. Психологиялық бейімделу мәселелері. Мүмкіндігі шектеулі және аз қамтылған балалар көбіне өздерін қоғамнан оқшау сезінеді. Оларға қолдау көрсетіп, сенім мен өз-өзіне деген құрметті қалыптастыру маңызды. Отбасы мен мектеп арасындағы байланысты нығайту қажеттілігі. Көп жағдайда ата-аналардың әлеуметтік белсенділігі төмен. Мұндай жағдайда педагог олардың жауапкершілігін арттыруға және ынтымақтастық орнатуға ықпал етеді. Әлеуметтік педагогтың атқаратын рөлі баланың отбасындағы әлеуметтік жағдайын зерттеу және бақылау, материалдық және психологиялық көмек ұйымдастыру, әлеуметтік серіктестік орнату, қамқорлық кеңесі, волонтерлар, демеушілер, жергілікті билік органдары, баланың оқу мотивациясын арттыру және әлеуметтенуіне жағдай жасау, инклюзивті білім беру ортасын дамытуға қатысу, негізгі бағыттар мен міндеттері. Аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі отбасыдан оқушылармен жүргізілетін әлеуметтік педагогикалық жұмыс жүйелі әрі мақсатты түрде ұйымдастырылуы тиіс. Мұндай жұмыс баланың жеке әлеуетін дамытуға, қоғамға бейімделуіне, өмірлік қиындықтарды жеңуге бағытталады. Әлеуметтік педагог бұл үдерісте дәлді үйлестіруші және қорғаушы рөлін атқарады. Негізгі бағыттар: диагностикалық бағыт, отбасылардың әлеуметтік жағдайын зерттеу, әлеуметтік карталар мен паспорттар жасау, оқушылардың материалдық, психологиялық денсаулық жағдайын талдау, қиын жағдайдағы балаларды анықтау және тіркеу. Жақсы, рахмет аға. Шөкаева бақыт бар ма екен, апай? 45-ші мектеп. Рысбекова Сүмбілшаш. Қосыласыз ба? Сүмбілшаш. Балапан бөбек жайы бар ма? Бар, апай. Қосыла беріңізші. Жақсы. Үш минут. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге ұсынып отырған әдістемелік құралымның тақырыбы мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық процестерін ойын элементтері арқылы дамыту. Мақсатым мектепке дейінгі ұйымдағы психологтарына арналған практикалық құрал ретінде балалардың танымдық процестерін ойын элементтерін қолдану арқылы дамытуға арналады. Міндеттерім танымдық процестердің ерекшеліктерін айқындау, ойын дамытушылық әулетін ашу, тиімді ойын әдістерін ұсыну. Нәтижесі балалардың зейінін қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял және сөйлеу қабілеттерін ойын арқылы жалғастыруға бағытталған біртұтас жүйе қалыптастыру. Енді мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық процестерінің ерекшеліктеріне тоқтала кетсем, ол зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял және сөйлеу. Бұлардың қандай процестер болатынын айтпай-ақ қояйын, уақыт шектеулігіне байланысты. Енді теориялық негізге келетін болсақ, ойын мектепке дейінгі жастағы балалардың негізгі қызметі. Ол олардың танымдық, эмоционалдық, әлеуметтік және физикалық дамуына ықпал етеді. Выготский, Елькони сияқты белгілі педагогтар мен психологтар ойынды баланың психикалық дамуының қозғаушы күші ретінде қарастырған. Выготский ойынды баланың даму аймағын кеңейтетін ең жақын даму аймағы деп атады. Ойын арқылы баланың өз қабілетін жоғары әрекеттерін орнатуға үйретеді. Осы менің әдістемелік құрамымда бірнеше таным процестеріне арналған ойындар мен әдістер жинақталған, соның бірнешеуіне тоқталып кетейін. Зейінді дамытуға арналған не өзгерді, тапсырманы мұқият тыңда, қабылдауға арналған түстерді сұрыпта, пішіндер әлемі, есте сақтауды, суреттерді есте сақта, сөз тізбектері, ойлауды дамытуға арналған ойындар, не артық, жұмбақтар, тағы да басқа ойындар тізбегі берілген.
Және де осы әдістемелік құралымда менің психологтарға арналған бірнеше ұсынымдар бар. Бақылау әр баланың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтарын және даму деңгейлерін ескеру, баланың әрбір жетістігін мақтап, оңтайлы қарым-қатынас орнату, икемділік, ойын әдістерін баланың қажеттілігіне қарай бейімдеу, креативті таңдау. Ынтымақтастық, тәрбиешілермен, ата-аналармен тығыз байланыста болу. Өздеріңіз де білесіздер, психологтар әрбір өздерінің ойындарын өткізбес бұрын мақсатын айқындап, қажетті материалдарды дайындап, ойын барысында алдын ала жоспарлау тиіс. Және де осы әдістемелік құралда ата-аналарға арналған бірнеше ұсыныстар бар. Ақпараттық ұсыныстар, ата-аналарға ойын бала дамуда маңызы туралы, ойынның бала дамудағы маңызы туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ұсыныстар, үйде қолдануға болатын қарапайым дамытушы ойындардың тізімін ұсыну, және бірлескен жұмыстар, тренингтер және ойын іс-шараларын ата-аналармен бірге ұйымдастыру. Ата-аналар баланың алғашқы әрі ең маңызды тәрбиешілер. Оларды қолдау мен белсенді қатысу баланың ойын арқылы дамуының тиімділігін арттырады. Отбасылық ортада жылы қарым-қатынаспен бірлескен ойындар баланың эмоционалдық және танымдық дамуына оң әсер етеді. Қорыта келгенде, еңбек пен нәтиже бұл әдістемелік құрал мектепке дейінгі ұйымдардың психологтарына балалардың танымдық процестерін ойын арқылы дамытуға қажетті білім мен практикалық дағдыларын беруге бағытталған. Ойын элементтерін тиімді қолдану арқылы баланың зейінін қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял және сөйлеу қабілетін кешенді түрде дамыту. Еңбек нәтижесі танымдық процестердің дамыту жүйелерін әдістемесі, практикалық ойындар мен жаттығулардың жинағы, психологтар мен ата-аналарға арналған нақты ұсыныстар. Келесі қадамым әдістемелік құралды іс жүзінде қолдану тәжірибесін жинақтау, жаңа ойындар мен әдістерді әзірлеу, балалардың даму динамикасын бақылау және талдау. Әдістемені үздіксіз жүргізіп отыру. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. 37-ші мектеп дайынсыз ба? Рысбекова Сүмбілшаш. 37. Чокаева Бақыт бар ма екен 45-ші мектеп? Балдәурен балабақшасы. Балдәурен балабақшасы бар ма? Құрметті ұстаздар, уақытты алмайық. Сүмбілшаш 45-ші мектеп, 37-ші мектеп. Чокаева Бақыт 45-ші мектеп. Бану. Балдәурен балабақшасы. Бар. Бастай беріңіздерші. 5 минуттайын бітіп қаламыз қазір, тағы да. Так, мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналарды кәсіби педагогикалық қолдау көрсету маңыздылығы. Педагог Балдәурен балабақшасы, Шалимбаев Бану Тұрсынқызы. Ата-аналарды педагогикалық қолдау тақырыбым. Көрініп тұр бізге де. Сонымен қатар келесі. Қазір жетіп болмай жатыр. Сөйлей берсеңізші. Қолдаудың бұл жерде маңыздылығы қоғамдағы әлеуметтік экономикалық өзгерістер, ақпараттық ағынның артқындығы, отбасы мен балабақша арасындағы педагогикалық сауаттылықты арттыру қажеттілігін талап етеді. Ата-аналарды педагогикалық қолдаудың мақсаты мен міндеті бұнда ата-аналар тәрбиелік құзыреттілігін нығайту, педагогикалық және психологиялық сауаттылығын арттыру бағытында жүйелі іс-шараларды ұйымдастырамыз. Сонымен қатар балабақша мен отбасының өзара ынтымақтастығын күшейте отырып, балаға жан-жақты дамытатын орта қалыптастыру шараларын балабақшада ұйымдастырамыз. Ата-аналарға тұрақты кешенді педагогикалық қолдау көрсету арқылы олардың сенімдерін арттырамыз және де тәрбие процестерін белсенді қатыстырып отырамыз. Педагогикалық қолдау ұғымы ол педагогикалық қолдауды ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлін күшейту,
және де отбасы мен балабақша арасындағы тиімді қарым-қатынас әдіс бойынша бұл ата-аналардың педагогикалық психологиялық сауаттылықтарын арттыру және де тәрбиелік қиындықтарын шешуге бағытталады. Педагогикалық қолдау бұл баланың тұлға дамуына қолайлы орта қалыптастыруға ықпал етеді. Педагогикалық қолдаудың маңызы мен ерекшеліктері бұнда қарым-қатынасын нығайту, жүйелі және жеке бағыттылық, білімді толықтыру, тәрбиелеу стилін реттеу. Ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлі бұнда алғашқы ұстаз ол ата-ана, келесі қарым-қатынас мәдениетінің мәнін түсіндіру және де жеке тұлғаны дамыту ықпалы. Жеке тұлғаны дамыту ықпалына тоқтай кетейін біреуіне қарай. Ата-ананың қолдауы мен баланың жеке қасиеттеріне көптеген заманауи технологияларына байланысты балаға тәрбие беру. Отбасылық тәрбиенің маңыздылығы бұл махаббат пен сенім, балаға деген махаббат, сенімділікті баланың бойына сіңдіру және үлгілі өнеге отбасында тәрбиелеу, сыйластық пен қолдау және де қауіпсіздік сезімі. Бұнда мен енді толық оқып жатқан жоқпын, өздеріңізге көрініп тұр, уақыттың тығыздығына байланысты. Балабақша мен отбасының серіктестігіне байланыс бұл бала дамуы ата-аналар мен балабақша арасындағы тығыз байланыс іс-қимылға негізделініп отырады және де тәжірибе мен ақпарат алмасу осы серіктестік негізінде жүзеге асырылып отырады. Ашық есік күндері өткізіледі және жиналыстар өткізілеміз. Бірлесік жобалар отбасы мен педагогтардың арасындағы сенім, бір-біріне деген ынтымақтастық, достық нығайтады. Баланың даму нәтижесін барлығын осында жақсартып отырады. Серіктестіктің негізгі бұл қағидалары тең құқылық қағидасы бойынша ата-ана мен педагогтар бір-біріне серіктестік ретінде қабылдап тән дәрежесін қатынасқа түседі және де ашықтық пен сенімділік қарым-қатынаста барлығының шынайы әрі ашық болуы сенімді орта қалыптастырады бір-біріне деген. Үнсіздік принцип бойынша байланыстыратын тұрақты жүйелі түрде жүргізіліп, баланың үйлесімді дамуына бағыт-бағдар береді. Жұмыстың негізгі бұл бағыттары: бірінші ақпараттық қолдау, бағыт, психологиялық коррекция жұмыстар жүргізіледі және шығармашылық жұмыстар жүргізіледі. Аяқтасаңыз, сіз басқа Назарларыңызға рахмет. Жақсы. 37-ші мектеп тез қосылыңызшы. 37-ші мектеп. Барсыз ба мұнда? 45-ші мектеп бар ма? Қайырлы күн, әріптестер. Қосылды ма, көрінді ма? Иә. Тез. 2 минут. Мен тақырыбым әдістемелік құралдағы инклюзивті білім беру жағдайындағы психология қолдау көрсету. 37-ші орта мектебі, мектеп педагог психологы Рысбекова Сүмбілшаш. Так. Енді мына интернет дұрыс ұстамайды. Мазмұны: бірінші бөлім инклюзивті білім берудің теориялық негіздері, екінші бөлім ерекше білім берудегі қажеттіліктері бар балалардың психологиялық ерекшеліктері, үшінші бөлім инклюзивті білім беру процесіндегі қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету, төртінші бөлім психологиялық педагогикалық консилиум жұмысын ұйымдастыру, бесінші бөлім инклюзивті білім берудегі тиімділігін бағалау. Тақырыптың өзектілігі: қазіргі әлемде білім берудің басты трендтерінің бірі инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім беру бұл барлық балалардың, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың сапалы білім алуға тең құқылы екендігін мойындау. Бұл әдістемелік құрал мектеп психологтарына инклюзивті білім беру теориялық негіздерін терең түсінуге, ЕББК бар балалармен жұмыс істеудің әдістемелік тәсілдерін меңгеруге және осы саладағы өз құзыреттілігін арттыруға көмектесу мақсатында әзірленді. Тақырыптың мақсаты: мектеп психологтарының инклюзивті білім беру жағдайында тиімді психологиялық қолдау көрсету, қажетті теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру және педагог психологтарының инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық қолдау көрсету, яғни кәсіби құзыреттілігін арттыру. Тақырыптың міндеттері: инклюзивті білім берудің мән мақсаттары, міндеттері және қағидаларын ашу, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың
психологиялық ерекшеліктерін сипаттау, инклюзивті білім беру процесіне қатысушыларға психологиялық қолдау көрсетудің әдістерін және тәсілдерін ұсыну. Сонымен қатар психологиялық педагогика консилиумының ППК жұмысын ұйымдастыру, осы бойынша соларға ұсыныстар беру. Сонымен қатар инклюзивті білім берудің тиімділігін бағалау әдістерін құрастыру. Тақырыптың құндылығы: инновациялық тәсілдер мен технологияларды қолдану арқылы ЕБУ-ға бар балалардың ерекшеліктерін ескере отырып, олардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Инклюзивті білім беру бұл барлық балаларға, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға ЕБУ-ға сапалы білім беруге және оларға тең мүмкіндіктер жасайтын процесс. Білім беру ортасында бейімделу және қалыптасуын қамтамасыз ететін жүйе. Инклюзивті білім беру бағдарламасы бізде жалпы бейімделген жеке болып бөлінеді, өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде баланың справкасында, ПМПК справкасында жазылып тұрады. ЕБУ-ға балалардың ерекшеліктері: ол зият бұзылыстары, сөйлеу тілінің бұзылыстары, есту қабілеті, көру қабілеті, тірек қозғалысының аппаратының бұзылуы, сонымен қатар мінез құлықтарының бұзылыстары. Инклюзивті білім беру процесінде қолдау көрсету бағыттары: психологтың жұмысындағы диагностикалық жұмыстар, түзету, дамыту жұмыстары, кеңес беру жұмысы, сонымен қатар психологиялық ағарту жұмыстары. Аяқтай берсеңіз. Инклюзивті білім берудің тиімділігін бағалау: балалардың әлеуметтік бейімделуін, оқу үлгерімін, эмоционалдық жағдайын, қарым-қатынасын бағалау. Қорытындылай келе, бұл әдістемелік құрал мектеп педагог психологтарына инклюзивті білім беру және практикалық негіздерін меңгеруге көмектеседі. Инклюзивті білім берудің тиімділігін бағалау, әдістерін қолдану, оқу процесін жақсарту. Жақсы, барлығы қорғап шықты. Тек қана бір ғана мұғалім келмеді. Қалғандарыңызға үлкен рахмет. Сәттілік сіздерге. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.